Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы антивирустық қауіпсіздік. Сабағымыздың оқу мақсаты компьютерді зиянды бағдарламадан қорғау. Тәсілін білу. Сабағымызды бастамас бұрын компьютерді вирустан қалай қорғау керек тақырыпқа сай видеоға назар аударайық. Компьютерлік вирус бұл бағдарлама жүйеге зиян келтіру үшін жасалады. Вирустар бірнеше амалдармен келеді. Мысалы, электронды хаттар, жүктеу сілтемелері, не интернеттер. Олар компьютерде деректерді жою, құпиялықты бұзу, немесе жүйені басқару тәрізді зиянды әрекеттер орындайды. Сіз вирусқа қарсы бағдарламаларды пайдаланып, компьютеріңізді қорғауыңыз керек. Компьютерлік вируспен күресудің ең жақсы жолы алдын алу шараларын қабылдау. Видеода айтылғандай, компьютерлік вирус бұл зиянды бағдарлама. Ол сіздің рұқсатынсыз компьютерге еніп, ондағы деректерге зиян келтіреді. Оларды өзгертеді, немесе құпия ақпаратты ұрлайды. Вирустар адам ағзасындағы биологиялық вирустарға ұқсас. Олар жасырын түрде таралып, жүйеге еніп, оның жұмысын бұзады. Вирустың мақсаты компьютердің жұмысын баяулату немесе толық істен шығару болып табылады. Әрекеті өз көшірмелерін жасап, басқа файлдарға немесе желілерге таратады. Қауіпті бұл құпия деректерді, құпия сөздерді және қаржылық ақпараттарды ұрлау болып табылады. Вирустардың негізгі түрлері мен таралу жолына тоқталайық. Компьютерлік қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін ең көп таралған зиянды бағдарламалардың түрлерін білу маңызды. Троян вирусы ол пайдалы заңды бағдарлама ретінде жасырынып, жүйеге енген соң ол әрекеттер жасай бастайды. Шпиондық бағдарлама ол құпия ақпаратты қолданушының білімінсіз ұрлайды. Спам және фишинг жалған электрондық хаттар арқылы пайдаланушыны алдап, зиянды сілтемелерді басуға мәжбүрлейді. Оның таралу жолдары қандай? Күдікті сайттар мен бағдарламаларды жүктеу, белгісіз адамдардан келген электрондық пошталарға файлды ашу және тексерілмеген USB флешкалар мен сыртқы дискілерді қолдану болып табылады. Вирус жұққан сәт, яғни вирус жұққан кезде, яғни компьютерге енген кезде, оның жұмысында бірден-бір өзгерістер байқалады. Бұл белгілер сіздің деректеріңіз қауіп астында екенін көрсетеді. Яғни жұмысты баяу жасайды, бағдарламалардың баяу ашылуы, жүйенің жиі қатып қалуы. Өзгерген файлдар, сіз сақтамаған файлдардың жоғалуы, немесе оның атауының өзгеруі болып табылады. Қате хабарламалар, еш себепсіз пайда болатын, немесе жүйелік қателер туралы хабарламалар шығады. Қызыл ескерту, күдікті бағдарламалардың өздігінен іске қосылу немесе қауіпсіздік туралы ескертулер беріледі. Ал енді вирустық бағдарламаларға тоқталып кетейік. Олар қалай жұмыс жасайды? Антивирустық бағдарлама бұл вирустарды анықтайды, олардың таралуын болдырмайтын және зиянды файлдарды жоятын бағдарламалық жасақтама болып табылады. Компьютердегі барлық файлдарды сканерлеу арқылы белгілі вирус қолтаңбаларымен салыстыру арқылы үнемі біз тексеріп отыру керекпіз. Келесі қорғаныс, жаңа файлдарды жүктеу кезінде оларды тез арада тексеріп, зиянды әрекеттердің алдын алуымыз керек. Жою, яғни карантин, вирус табылған жағдайда оны жояды немесе жүйеге зиян келтірмейтін арнайы орынға ауыстырады. Танымал антивирус бағдарламаларына шолу жасайық. Әрбір антивирус бағдарламасының өзіндік ерекшеліктері мен артықшылықтары болады. Өзіңізге ыңғайлы және сенімді бағдарламаны таңдауымыз керек. Касперский антивирусы ол қауіпсіздік деңгейі өте жоғары, вирустарды анықтаудың үздік көрсеткіштері болып табылады. Оның артықшылығы көптеген тәуелсіз сынақтарда 2020 жылы ең үздік өнім деп табылды. Avast танымалдылығы әлем бойынша ең кең таралған
тегін антивирустардың бірі. Оның артықшылығы қолдануға ыңғайлы интерфейс және үлкен қауымдастығы бар. ESET-Note 32 бұл антивирус өнімділік жағынан жүйені баяулатпайды, жеңіл әрі жылдам жұмыс жасайды. Артықшылығы ресурстарды аз тұтынады. Ескі компьютерлерге де қолайлы болып табылады. Компьютерді вирус жұқтырудан сақтау ережелері. Антивирусты үнемі жаңартып отыру керек. USB құрылғыларды үнемі тексеріп отыру керек. Күдікті сілтемелерді ашпау керек және мықты құпия сөз қолдану керек. Енді оқушылар, бүгінгі тақырыбымыз бойынша бірінші тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырма жеке тапсырма. WordWall платформасы арқылы сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ. Компьютерлік вирус ұғымының анықтамасы. Яғни шағын көлемдегі компьютерге зиян келтіру үшін жазылған арнайы программа болып есептеледі. Дұрыс жауабы Б. Келесі сұраққа өтейік. Вирустардың компьютерге ену жолдары. Яғни ғаламтор желісі арқылы, пираттық бағдарламалар және локалды желі арқылы. Яғни барлық жауаптары дұрыс. Келесі сұрағымыз. Компьютерлерді зиянды программалардан қорғайтын программаны көрсет. Суретте көріп тұрғандай, өздеріңіз білесіздер, бұл В жауабы. Төртінші сұрақ. Вирус жұққан компьютердегі ауытқулар. Қандай ауытқу болады? Компьютердің жылдамдығы төмендейді. Яғни дұрыс жауабы А жауабы. Соңғы 5-ші сұрақ. Компьютерлік вирустардың жіктелуі нешеге бөлінеді? Жіктелуі бізде айтып кеткендей 4-ке бөлінеді. В жауабы дұрыс. Жақсы балалар. Балалар, келесі тапсырма жұптық тапсырма болып табылады. Сіздерге жағдаят беріледі. Сол жағдаятқа жауап береміз. Бірінші жағдаят. Айгүл үйден үйірмеге, онлайн банкке және балалардың мектеп тапсырмасын жіберуге қолданатын ноутбугын пайдаланады. Бір күні таныс емес сайттан фильм жүктеп алып, файлды ашқанда компьютер баяулап, браузерден терезелер ашыла бастады. Не істеу керек? Жауабы: интернетті өшіру, антивирусты қосып толық сканерлеу, маңызды парольдарды басқа құрылғыда өзгерту, егер күдік болса, банкпен байланысу. Алдын алу, антивирусты жаңартып ұстау, күмәнді сайттардан файл жүктемеу, 2 факторлы аутентификация, маңызды файлдарды сыртқы дискке немесе бұлтқа сақтап отыру. Екінші жағдаят. Әлия досынан келгендей көрінетін мессенджерлер хабарламасын ашқан, ішінде жеке видеоны қарау үшін осы сілтемеге өтіңіз делінген. Сілтемеге өтіп, телефон бірден баяулап, кейбір контактыларына автоматты түрде хабар жіберілді. Не істеу керек? Жауабы: сілтемені ашқан болсаңыз, браузердің кешін тазалау, экранға келген рұқсаттарды тексеру, күдікті қосымшаларды өшіру, жою, егер төлемдер болса, оператор мен банкты хабарлар ету. Қорытындылай келе, дәптермен жұмыс тапсырмасын орындаймыз. Вирус жұққан компьютерлердің белгілері қандай болады? Сол белгілерді белгілеп жазып шығамыз. Үй тапсырмасы. Интернет желісіндегі ақпаратты пайдалана отырып, компьютер мен мобильді құрылғыларға арналған антивирустық бағдарламаның ұқсастықтары мен айырмашылықтарына салыстырмалы талдау жазып келесіздер. Сабақты қорытындылай келе, кері тексере бере қояйық. Егер өте жақсы түсінген болсаңыз, батареямыздың зарядын толтыратын боламыз. Егер сұрақтарың бар болса, келесі батареяның ішін толтырамыз. Ал түсінбеген болсаңыздар, соңғы
батареяның үстін толтырамыз. Сабағымыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.